Батпан құйрық. Қарны ашқан қасқыр тамақ іздеп арсалаңдап келе жатады. Сол кезде түлкі жолығады. Қасеке, жолың болсын. Қайда жортып барасың? Деп сұрайды түлкі шылматынан. Түгім, қарным ашты. Тамақ іздеп барамын. Қасеке-ай, менің де қарным ашып келе жатыр. Өзің кездестің, жолым болады екен. Bir кездейік. Ал түгі, едеше, баста, дейді қасқыр. Қасқыр мен түлкі жорта жөнеледі. Бір мезгілде төңкеріліп жатқан қойдың тегенедей құйрығына тап болады. Қуанғаннан қасқырдың екі көзі сексеуілдің шоғындай жайнап кетеді. Оп-оңай табыла қалған тамаққа таңырқап түлкіден сұрайды. Ей түгі, бұл не қылған батпан құйрық, тегіннен тегін айдалада жатқан құйрық. Түлкі ойлаған боп қипаңдай жауап қайырды. Апырмай, Қасеке-ай, бір алаң қасар базарға барған шығар. Арзан бағаға алған шығар. Қанжығасына бос байлап, содан түсіп қалған шығар. Ай түгі, сонда да мен осыңнан бір қауіптеніп тұрмын. Қасеке, сен қауіптеніп қорқатын болсаң, мен ақ жей салайын. Деп түлкі құйрыққа ұмтыла бергенде, тоқта, деп қасқыр арс ете қалады. Түлкі жалт беріп құйрығын бұлғаңдатып, шоңқып отыра кетеді. Ашқарақ қасқыр былқылдақ құйрыққа ауызды салып кеп жібереді. Қасеке, менде ескерсейші, ол жаға ортақ емеспіз бе? Деп түлкі өтірік мүләйімсейді. Қасқыр оған ала көзбен ажырая қарап, тісін ақсиды. Бұл жырама, дейді де, қойдың тегенедей құйрығын төрт ағасап, толғап қылғи салады. Қарны тойып, қарқ болған қасқыр аузын кере қарыс ашып, ыңыранып бір керліп алады да жорта жөнеледі. Апыр-ай, Қасеке-ай, әлгі май құйрықтан тым болмаса бір асам дәм татырмадыңыз ал? Деп күңкілдейді. Түгеу, мұрныңа майдың иісі барғаны да жетпей ме? Деп қомағай көкжал қарқ күледі. Біраздан кейін қасқырдың көзі алақтап, тілі салақтап, жанын қоярға жер таппай, дөңбекшиді де қалады. Құйрық жейтін батырмысың? Жан бергелі жатырмысың? Деп түлкі қосығылықтай кеп күледі. Емің бар ма түлкі жанау? Түгешім, аясаңшы ағаңда, деуге қасқырдың тілі әрең келіпті. У барған ішке су барса, тез өлтіретінін білетін түлкі. Удың емі су болады, Қасеке. Су ішсең, жаның қалады, сәтін салса, дейді. Қасқыр бар қалған күшін жинап, суды тілімен жалап алады да, қалпақтай ұшып түседі. Міне, саған батпан құйрық. Айдалада тегіннен тегін жатқан құйрық, дейді де, түлкі өз жөніне кете барады.